Әдетті кезеңдегі 4-ші жексенбі жайлы Франсис папаның уағызы. Құдай алдында құр алақан тұрғандар бақытты. Құрметті бауырластарым, қайырлы күн. Бүгінгі литургияда Матай жазған Інжілге сәйкес шынайы бақыт өсиеттері баяндалған. Матай жазған Інжіл 5:1-12. Осы өсиеттердің алғашқысы іргетас болып саналады. Ол былай деп жазылған: Құдай алдында құр алақан тұрғандар бақытты. Құдайдың патшалығы сондайларға арналған. Құдай алдында құр алақан тұрғандар дегеніміз кім? Бұлар өздерінің әлсіздігін сезінетіндер. Бұлар өздерінің күш-қуаты жетпейтіндер. Мұндай адамдар Құдайдың алдында қайыршы саналады. Мұндай адамдар Құдайға мұқтаждықты сезініп, кез келген игілікті Құдай игілік ретінде сыйға тартатынын біледі. Құдай алдында құр алақан тұрған кісі мүліктің қадірін біледі. Сондықтан Құдай алдында құр алақан тұрған адам бірде-бір сыйлық босқа кетпеуі үшін әрекет етуге тырысады. Бүгін мен Құдай алдында құр алақан тұрған адамдардың келесі қасиетіне назар аударғым келеді. Үнемшілдік. Құдай алдында құр алақан тұрғандар адамдар ештеңені босқа жұмсамауға тырысады. Иса мұның қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Мысалы, нан мен балықты көбейтіп, Иса тамақтан ештеңе жоғалып кетпес үшін қалған тамақты жинауды сұрайды. Үнемшілдік бізге өзіміздің, басқа адамдар мен заттардың құндылығын түсінуге мүмкіндік береді. Өкінішке орай осы қағидат бай қоғамдарға жиі ескерілмейді. Онда ысырапшылыққа әдеттену және кейбір адамдарды алыстатушылыққа әдеттенуі үстемдік етеді. Екеуі де зұлым болып табылады. Мен сендерге ысырапшылдыққа әдеттенумен және адамдарды алыстатушылыққа әдеттенумен күресудің 3 жолын ұсынғым келеді. Бірінші жол – өзіміз болып табылатын дарынды босқа жібермеу. Әрқайсымыз қасиеттеріміз бен кемшіліктерімізге қарамастан сыйлықпыз. Әрбір әйел мен әрбір еркек талантқа ғана емес, абыройға да бай. Құдай әр адамды жақсы көреді, бағалап сақтайды. Иеміз Иса байлығымызға емес, кім екенімізге байланысты бақытты екенімізді еске салады. Өлермендікпен қолды төмен түсіріп, берілу арқылы адам өзін-өзі құртады. Сондықтан Құдайдың көмегімен өзімізді есуаз, жарымжан, әрі бақытсыз адамын деп санау азғырумен күресейік. Сосын екінші жол. Қолымызда бар дарындарды босқа шашпау. Жыл сайын әлемдегі барлық азық-түліктің 1/3 бөлігі қоқысқа тасталады екен. Бұл көптеген адамдар аштықтан өліп жатқан кезде болады. Бұл дүниенің байлығын мұндай ысырапшылықпен пайдалануға болмайды. Бұл дүниенің игіліктерін әркімнің өз мұқтаждығына қарай сақтап, бөліп беру керек. Дарындарымызды талан-таражға салмайық. Әділдік, мейірімділік, ынтымақтастық мәдениетін таратайық. Ақыр соңында 3-ші жол – адамдарды алыстатпау. Кейбір кісілерді алыстатушылыққа әдеттену былай дейді: Сен маған пайдалы болған кезде сені қолданамын, мені қызықтырудан қалғаныңда, немесе кедергі болғаныңда, мен сенен бас тартамын. Ең дәрменсіз адамдарға, атап айтқанда, туылмаған балаларға, қарттарға, мұқтаждарға, қорғансыздарға осылай қарайды. Адамдарды қоқыс сияқты тастауға болмайды ғой. Жағдайы жоқ адамдарды есептен шығаруға болмайды. Әрбір адам кез келген жаста,
кез келген физикалық және психикалық күйде. Қасиетті және бірегей сый. Адамдардың өмірін әрқашан құрметтейік те, қорғайық. Басқа адамдардың өміріне немқұрайлы қарамайық. Құрметті бауырластарым, өз-өзімізге бірнеше сұрақ қояйық. Біріншіден, мен Құдай алдында құр алақан тұрған бола тұра қалай өмір сүремін? Өмірімде Құдайға лайықты орын беремін бе? Құдай мен үшін игілік, менің қазіргі және үлкен байлығым екеніне сенемін бе? Құдай мені жақсы көретініне сенемін бе? Басқа адамдарға сыйлық екенімді ұмытып, қайғыға бой алдырмаймын ба? Сонымен қатар, мен ештеңені босқа ысырап етпеуге тырысамын ба? Заттар мен құралдарды пайдалануға жауаптымын ба? Заттарымды басқалармен бөлісуге дайынмын ба? Өзімшіл емеспін бе? Ақырында да ең дәрменсіз адамдарды Құдайдың маған аманат еткен сыйы, асыл сыйы деп санаймын ба? Мен кедей кепшікті, ештеңесі қалмағандарды еске аламын ба? Шынайы бақыт өсиеттерін ұстанған Мариям Бикеш бізге өмір Құдайдың сыйы екенін және басқаларға сый болудың әдемілігін қуанышпен куәландыруға көмектесе берсін. Аумин.